Арман тым ерте жесір қалды. Күміс тойында жұбай мөлдір екеуіне қатысты басқа да маңызды оқиғаларды да атап өтуге үлгермеді. Жоспарлар бар еді, адамдар қарапайым адамдық бақыт деп атайтын көп нәрсе бар еді. Бірақ ауру, өкінішке орай, ешкілемеді. Мөлдір қысқа ғұмырында 40 жастан енді ғана асқанда қайтыс болды, ұлы екеуі ғана қалды. Көпшілік байқағандай Арман абдырап қалмады, бизнесіне батып кетпеді, бәрі әлдеқайда қарайым болды. Ер адам өмірінде бір кездері мөлдір болғанын ұмытқандай еді. 2 жылдан кейін Арманның үйіне жаңа әйел келді. Арман мен Мадинаның қандай жағдайда танысқанын ешкім білмеді, өйткені ғашықтар өз қарым-қатынастары туралы көп айтпауды жөн көрді. Арман мен мөлдірдің 10 жасар ұлы Жандос әкесінің үйінде енді жаңа әйел болатыны туралы жаңалықты ауыр қабылдады. Мадинаның өзі де өгей ұлына жақсы ана болуға тырыспады. Әрине, әйел баланы ренжіткен жоқ, бірақ әрбір қолайлы жағдайда оны сөзсіз тыңдау керектігін еске салуды ұмытпады. Ол үлкен, бұл бір ұлы. Сен зұлымсың, сен мені де, әкемді де жақсы көрмейсің, деп айқайлады бала көзіне жас алып. Мадинаның қаталдығы барлық шектен шығып, ол тағы да өгей ұлына айқайлағанда: «Ұлым, сен неге әлі дайын емессің? Мен сені мектепке ертерек апарамын дедім ғой. Ал сен әлі киінбей тұрсың, бұл не деген түрің? Әке, сен жоқта ол осында. Қымбаттым, біздің баланы мектепке апарып салшы, сосын мені процедураға апар». «Мадина, сен не ауырып қалдың ба?» «Жоқ, әрине. Сен не, бүгін менің маникюрге жазылғанымды ұмытып қалдың ба?» Дәл. Қазір күнім менің. «Жандос, сен неге базардағы кемпір сияқты баяусың? Тез киініп, машинаға отыр, 2 рет қайталамаймын». Әкесінің бұл жолғы тоны баланың жүрегін қатты жаралады. Ол мектептің есігінің алдында көз жасын тоқтата алмады. «Жандос, сен нешедесің? Неге жылап тұрсың? Бұл жолы не болды?» «Әке, сендер мені жақсы көрмейсіңдер. Сен бұрын менімен анамды жақсы көретінсің, сосын бізге мынамыстан келді де, бәрін білдірді». «Әке, оны тыңдама, ол өте зұлым, ол маған таңертең айқайлады». «Жарайды, Жандос, біріншіден, шағымдану жақсы емес. Мен сенің анаңсыз қиналғаныңды білемін, бірақ мен сенің әрбір еркелігіне көнемін деп ойламаймын. Сен мені түсіндің бе?» Кенеттен Арманның тоны жұмсара түсті. Бала нәзіктікпен әкесін қатты құшақтады. Тіпті Арман өз ұлының құшағынан тұншығып қала жаздады. «Жандос, жарайды, сабаққа бар. Кешке міндетті түрде сені алып кетемін. Білесің бе, қайда барамыз?» «Қайда?» «Саябақта балмұздақ жеуге». «Жарайды, саябақта балмұздақ жейміз» деп күлімсіреді әкесі. «Бізбен Мадина болмайды». «Жарайды, ұлым, мен кешігіп барамын. Сау бол». Арман ұлын сүйіп, машинаға қарай беттеді. Артынан көз жасын сүртіп қарап тұрған балаға бір рет бұрылып қарамады. «Әке?» Арман селк ете қалды. «Ал сен іс-сапардан дәл уақытында келесің бе? Сен мені музыка мектебінен міндетті түрде алып кетесің бе?» «Жандос, қанша рет қайталауға болады? Мен бар болғаны 100 шақырымға кетемін. Бұл іс-сапар бірнеше сағатқа ғана созылады. Әке, мен сізді жақсы көремін». Арман қоштасуға ұлына қолын бұлғап, рульге отырып, орнынан жылдам қозғалды. Музыка мектебіндегі сабақтар бұл жолы әдеттегідей болмады. Жандос үнемі терезеге қарап отырды. Қандай да бір түсініксіз жаман сезім баланың жүрегін мазалады. «Жанат Аманқызы, әкем сізге қоңырау шалды ма?» деп ол үмітпен оқытушысына қарады. «Жоқ, Евгений, әкең маған қоңырау шалған жоқ. Білесің бе, ол уақытында келетін, сені қараңғыға дейін мектепте қалдырмайтын жауапты адам болуы керек. Менің де шаруаларым бар, мен сенің әкеңді отырып күтуге міндетті емеспін. Әкем мені тастаған жоқ, әкем міндетті түрде келеді», ол уәде берді. Бірақ неге екені белгісіз, әлі келген жоқ. «Мүмкін сен өзің үйге жетерсің. Музыка мектебі пана емес, онда күндізгі нақты тәртіп бар. Мен ешқашан өзім бармағамын, Жанат Аманқызы, мен қорқамын». «О, құдайым, міне саған байлардың балалары. Бұрын мен кішкентай кезімде балаларды қалыпты адамдар тәрбиелейтін, олар өз беттерінше жүре алатын еді. Жанат Аманқызы, әкем міндетті түрде келеді, көресіз».
Бала тағы да қысқы кештің қараңғылығынан басқа ештеңе көрінбейтін терезеге қарады. Жарайды, жақсы. Қазір әжеңе қоңырау шалайын, егер ол сені дәл қазір алып кетпесе, сен қалай және кіммен үйге барасың, білмеймін. Сен мені түсіндің бе? Түсіндім деп Жандос басын изеді. Қараңғы қалада жалғыз жүру өте қорқынышты болса да, ол келісті. Бірақ әжесі жауап бермеді. Сіздер қандай отбасысыздар? Ол сіздің телефон нөміріңізді білмейді, сондықтан тұтқаны көтермейді деп түсіндірді бала. Неге бірден айтпадың? Қазір өзің қоңырау шалып, оған дереу осында болуын айт. Ал үйде әжесі балаға әкесімен не болғанын түсіндіріп жатқанда, баланың жүзі бозарып кетті, арық иықтары дірілдеді, даусы айқайға. Қорқынышты, жан айқайы. Арман үйге мүмкіндігінше тезірек жетуге тырысып, жылдамдықты бірнеше есе асырды да жолдан ұшып кетті. Кома. Бұл сөз ер адамның өмірін дейін, және кейін деп екіге бөлді, ал баланың өмірі өгей шешесімен болған жанжалдардың тізбегіне айналды. Дәлірек айтсақ, бұл екі адам тең құқылы болған жанжалдар емес еді, бұл енді өгей ұлына деген жақтырмаушылығын жасыруға тырыспайтын әйелдің қатыгез шабуылдары еді. Жандос күн сайын кінәлау еститін, бала Мадинаның зұлым қиялы жететін барлық нәрседе кінәлі еді. Бірнеше рет қорлыққа шыдамай, бала әжесіне қашып кететін, бірақ таңертең оны енді ешкім күтпейтін үйге қайта келетін. Тәте Мадина, маған бір өтініш бар еді. Сіз мейірімдісіз ғой, мен білемін. Бала бірінші рет әйелге жалынышты көзбен қарады. Тағы да жаңа нәрсе ме? Мектепке пиджак, қаламсап? Тағы да ата-аналар комитетінен ақша жинау ма? Жоқ, сіз не дейсіз, бұл ақша туралы емес. Бала әйелге соңғы үмітіндей қарады. Онда саған не керек? Әкеме баруға бола ма? Қандай әке? Сен әкеңнің кереуетте көкөністей болып жатқанын ұмытып қалдың ба? Әлде сен осы жартылай өлікті көргің келе ме? Баланың жанары ауырсынуға толып көзінен еріксіз жас шықты. Тыңда, Жандос, әкеңнің трассада жарыс ойнағысы келгеніне мен кінәлі емеспін. Көріп тұрғаныңдай, одан жақсы жарысшы шықпады. Әкем туралы олай айтпаңыз, ол жақсы. Тыңда, сен тым наглый болып кеткен жоқсың ба? Менің өз үйімде аузымды жаппақсың ба? Жандостың басын төмен салып, музыка мектебіне жинала бастаудан басқа амалы қалмады. Енді оны музыка мектебінен әжесі алып кететін. Кешкілік істері көп емес, Мадина қайдағы бір жерлерге кетіп қалатын, оның алдында біреумен ұзақ сөйлесетін. Өзгелердің әңгімесін тыңдауға үйренбеген бала Мадинаның біреуді менің сүйіктім деп атағанын естіп қалатын, сосын ол бала түсінбейтін нәрселер туралы ұзақ сөйлесетін. Бірақ ол Мадинаның әкесін жақсы көрмейтінін нақты білетін. Тәте Мадина, әкем қалай? Жандос бұл сұрақты үйге сабақтан келген сайын дерлік қоятын. Құдайым, сен мені қажыттың ғой. Неге үнемі бір сұрақты қоя бересің? 2 жыл бойы бір әңгіме. Түсінші, ол қуыршақтай, көкөністей. Ол енді кімге көбірек ұқсайтынын білмеймін. Ал сіз оның жанында қашаннан бері болдыңыз? Ал маған не істеу керек дейсің? Оған құрмет қарауыл қоюым керек пе, әлде күндіз түні оның төсегінің жанында отыруым керек пе? Жоқ, менің жоспарыма осы сасық ауруханада өзімді тірідей көму кірмейді. Жандос енді сұрақ қоймауға тырысатын. Тек әжесімен жалғыз қалғанда ғана бала көңіліндегі мұңын шығара алатын. Олар әжесімен бірге жылайтын, сирек болса да күлетін. Және олар бір кездері Жандос әкесінің ақыры сауығып, жақын арада үйге қайтатынын білетініне бар күштерімен сенетін. Әкесінің сауығуын армандаған бала неге екені белгісіз, әкесінің жанында Мадинаны мүлдем көрмеді. Ол 12 жасында Мадинаның әкесіне опасыздық жасағанын түсінді, демек, оның жақын арада кетуіне үміт бар. Бірақ бала Мадинаның арманның істеріне жыртқыш мысықтай жармасқанын түсіне алмады. Әйел ретінде ол оның орнын басып компанияны басқарды, және ар-ұжданына ешқандай зілсіз істерін жүргізіп, өз қалтасына тұрақты пайда түсіріп отырды. Жандос есейген сайын Мадинаның қалай өзгергенін жиі байқай бастады. Егер ол бұрын тек кешкілік кетіп жүрсе, енді күндізде ештеңе айтпай үйден шығып кетуі мүмкін еді.
Мадинаның таңертеңнен бастап бір жаққа жинала бастаған күні Жандостың есінде ұзақ сақталды. Тәте Мадина, бүгін мені мектептен алып кетесіз бе? Әжем келе алмайды. Білмеймін, егер үлгерсем, әкеңнің жанына ауруханаға барамын. Сенің әкеңнен басқа да біреулер жатыр онда. Әкемнің жағдайы жақсы ма? Жоқ, керісінше, дәрігер мені әкеңнің жағдайына қатысты әңгімеге шақырып жатыр. Баланың жүрегі ауырсынып қысылды. Ол сізге не айтады? Қайдан білейін? Бөлмеңе барып, маған кедергі жасамашы. Жандос өгей шешесімен сөз таластырғысы келмей, баяу бөлмесіне қарай кетті, бірақ Мадинаның бірдеңені жасырып отырғанын түсініп, бөлмесінің есігін сәл ашық қалдырды. Бала бүгін бірдеңе болуы керек екенін, өте маңызды бірдеңе болуы керек екенін сезді. Сәлем, жаным. Жоқ, сен не дейсің, мен сені қалай ұмытайын? Мадинаның даусы баланың құлағына жетті. Қандайда бір ішкі түйсікке бағынып, Жандос есікке жақынырақ келді. Бұл әйелдің не туралы айтып жатқанын түсіну үшін. Бірнеше минут ол оның бүгін қандай процедуралар жасайтыны, қандай сериал көргені туралы бос сөздерін тыңдады. Сосын әйелдің тоны қауіпті реңкке ие болды. Жандос мұқият тыңдай бастады. Қымбаттым, мен менің тұрмысқа шыққанымды түсіну саған қиын екенін білемін. Бірақ мен ештеңе істей алмаймын. Ол негізі, бұйы. Өлген жоқ деген сөз баланың жүрегіне қатты батты. Бүгін мен дәрігермен сөйлесемін, оны бұл өмір емес екеніне сендіруге тырысамын. Жоқ, сен не дейсің, мен өте сыпайы боламын. Тыңда, жаным, егер оны өшірсе, бұл кісі өлтіру емес, драма жасама. 2 жыл бойы ешқандай жақсару болған жоқ. Ал егер жақсару болмаса, демек оның өмірін тек аппараттар ғана қолдап тұр. Жоқ, әрине, егер сені біздің бүгінгі жағдайымыз қанағаттандырса, мен дәрігермен сөйлеспеуім де мүмкін. Бала кепкен еріндерін жалап еденге отырды, жүрегінің қалай қатты соғып жатқанын тыңдады. Әкешім, қымбатты әкем, олар сізді өлтіргісі келеді деп сыбырлады бала, жағдайға қалай әсер ете алатынын ойластыра отырып. Ал ол қалай әсер ете алады, ол әлі кәмелетке толмаған ғой. Бала мұндай істерді шеше ала ма? Егер менің қолымнан келсе, ертең түске дейін мәселе шешіледі деп ойлаймын деп жалғастырды. Мадина, егер болмаса, мен ақша ұсынуға тырысамын. Көп ақша. Біздің елде бұл қауіпті, сен білесің. Сабақтан кейін Жандос өгей шешесінің үйіне қайтпады. Ол бірден әжесіне барды. Енді олар бірге бірдеңе ойлап тауып, Мадинаның әкесін өлтіруіне жол бермеуге үміттенді. Қалай солай, Женечка? Сен бәрін дұрыс түсіндің бе? Әжесі немересінің айтқанына сене алмады. Дәл солай, әже. Ол ертең, ал егер ол келіспесе, оған ақша береді, көп ақша. Ол қазір әкемнің орнында жұмыс істейді ғой, білесіз бе, ол қанша табыс табады. Ой, ақша, немерем, бұл істе оған көмектеспеуі де мүмкін, бірақ ертең ол дүниеге келгеніне өкінеді. Мадина баланы әкесінің палатасына бірде-бір рет апармады, сондықтан оны әжесі ұры сияқты жасырын алып баратын, өйткені олар Мадинаның ұрысатынын білетін, және оның балаға әкесіне баруға мүлдем тыйым салып қоюынан қатты қорқатын. Әжесі дәрігермен келісті, бала аптасына 1 рет әкесіне келетін. Осы сәтте ол дүниедегі ең бақытты бала болатын. Ал жақында ғана бала әкесінің оның сөздеріне жауап беріп, саусағын сәл қимылдатқанын сезді. Сонда бала ешкімге ештеңе айтпады, бірақ ол мұнда жиі келетініне және әкесінің қазірдің өзінде сауығып келе жатқанына, жақын арада ол қайтадан онымен бірге болатынына сенді. Бүгін Жандос аурухана дәлізімен өте жылдам жүрді, әжесінің қолынан ұстап. Не болды, балам? Деп қарт әйел немересіне алаңдап қарап сұрады. Қорқынышты. Жоқ, жай ғана мұнда өлім иісі шығып тұр. Бала сәл жиырылды. Ауруханаларда көбінесе солай болады. Бізге ең бастысы әкеңнің аман қалуы, қалғаны бос әңгіме. Олар палатаға кіргенде Арманның кереуетінің жанында Мадина мен оны емдеуші дәрігердің тұрғанын көрді. Менің әкем тірі, оны өлтіруге болмайды. Мен жол бермеймін. Жандос өзі қаламаса да айқайлап жіберді. Бұл не деген әңгіме? Сәлем. Ал мына кәрі кемпір мұнда не істеп жүр? Мадинаның даусы араның ызыңындай шықты.
Мадина Рудольфовна, баланың айтқанын тыңдайық деп шашы ағарған дәрігер Мадина қол қойғысы келген құжаттарды шетке қойды. Ол өлік оны өшіруді немесе өшірмеуді тек мен шешемін, солай емес пе? Әкешім, қымбаттым, мен сені ешкімге бермеймін. Жандос әкесінің кеудесіне құлап, көзіне жас алып, оның қолын сипап сүйе бастады. Әлсіз, бірақ сенімді қимыл тәжірибелі дәрігердің назарынан тыс қала алмады. Мадина Рудольфовна, баланың айтқаны рас, пациентте реакция бар. Ал бұл өшіруге қарсы көрсеткіш. Қалай солай? Мадинаның балаға соншалықты ашуланғаны көрініп тұрды, ол оны дәл осы жерде өлтіруге дайын еді. Эмоциясын тежей алмай, әйел балаға ұмтылды. Тоқта! Осының бәрін бақылап тұрған әжесінің даусы қатты шықты. Мадина еріксіз қолын түсірді. Енді бәрі Жандостың әкесімен сөйлесетінін, ал оның жағдайы жақсарып келе жатқанын білгендіктен, дәрігерлерге баланың палатада шектеусіз уақыт болуына рұқсат беруден басқа амал қалмады. Әкесін шын жүректен жақсы көрген ұлы барлық бос уақытын Арманның кереуетінің жанында өткізді. Күндер өтті, Арманның жағдайы жақсара берді, барлығының қуанышына орай, бір күні ол көзін ашты. Оның басынан өткен жағдайды дәрігерлер кейінірек керемет оқиға деп атады. Өйткені 2 жыл бойы комада жатқан ер адам көзін ашып қана қоймай, бірте-бірте сауыға бастады. Тағы да 1,5 жыл өтті, ер адам ұлының қолына сүйеніп, әлі де толық сауығып үлгермесе де, жұмыстағы істерін өз пайдасына шешуге тырысқан Мадинаның әрекеттеріне тойтарыс беруге тырысты. Бірақ бұл жолы оның қолынан келмеді. Ақылы есін сақтап қалған ер адам өзінің адвокатымен байланысып, ажырасу процесін дұрыс бастау үшін. Нәтижесінде Мадина өзінің ашкөздігі мен зұлымдығы үшін жақсы сабақ алудан басқа ештеңе алмады. Қарғыс атсын сені, бәріңді қарғыс атсын. Арман мен Жандостың үйін тастап түксіз қалған әйелдің аузынан әр түрлі қарғыстар жауды. Бұл жағдайда бұл өте әділ болды. Ажырасу процесін бастан кешірген Арман жан тыныштығын сақтап қана қоймай, жас болса да әкесі үшін ешкім жасамағанды жасаған ұлын одан әрі жақсы көріп кетті. Бала өз махаббатымен әкесін аяғына тұрғызып, қайтадан өмір сүруге мәжбүр етті. Әйелі Мадина толы болған зұлымдық пен жақсылықты, махаббат пен екіжүзділікті қайтадан ажыратуға үйретті. Ажырасқаннан кейін Арман жаңа қарым-қатынас бастау туралы ойламады, өмірін қайта қарастырды. Тозақтың азабын бастан кешіріп, өлімнің аузынан қайтқан ер адам енді жай ғана өмір сүрді. Арманның басынан өткен оқиға көптеген тілшілерді мазалады, бірақ ол да, ұлы да сұхбат бермеді. Ғажайыптарға сенетін жерде ғана мүмкін екенін айтты. Достар, егер сізге бұл оқиға ұнаса, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіз үшін бұл түкке тұрмайды, ал менің арнам үшін өте маңызды. Жаңа кездесулерге дейін.